Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақта бөлшектер және пайыздар есептер бөлімінің есеп құрастыру және шығару тақырыбымен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты есепті сызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түрінде модельдеу. Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару. Кері есеп құрастыру, шығару. Бүгінгі сабақта сен кері есеп құрастыруды және шығаруды үйренесің. Сабағымызды ширату жаттығуымен бастайық. Саған есеп үйреткен қара пәнге құрметпен санды тура табатын математика болатын. Математиканы оқимыз, миға бәрін тоқимыз. Өткен сабақтарды еске түсіру үшін мозаика тапсырмаларын орындайық. Мына тілшелердегі тапсырмаларды дұрыс орындап, тілшелердің екінші бетіндегі сурет қиындыларын дұрыс орналастырсақ, әдемі сурет шығады. Кәне, ол қандай сурет? Білгілеріңіз келеді ме? Ендеше тапсырмаларды орындайық. Тапсырманы орындап болса, өздеріңізді тексере қойыңыздар. Жарайсыздар. Тілшелердің екінші бетіндегі суретті құрастыра қояйық. Бұл қандай сурет? Дұрыс айтасыздар. Әдемі табиғат көрінісі. Балалар, бүгінгі сабағымызға экологтардан арнайы хат келген екен. Бүгінгі сабағымызда осы хатпен таныстыруды жөн санадым. Бұл хатта былай делінген. Балалар, халықаралық Greenpeace орталығы дегенді естуіңіз бар ма? Ағылшын тілінен аударғанда Greenpeace жасыл әлем деген сөз. Бұл барлық ұлттарды, халықтарды біріктірген орталық. Осы қоғамда эколог мамандары жұмыс жасайды. Эколог адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға, ондағы құстар, жануарлар және адамдар өмірін қорғайтын, ауа мен судың ластанбауына көмектесетін мамандық иелері. Соңғы кезде табиғат көп өзгеріске ұшырады. Себебі көп машиналар лас газды ауаға шығарады. Зауыттар мен фабрикалардың қалдықтары ауа мен суларды ластайды. Балалар, бүгінгі сабақта біздің орталықтың жіберген тапсырмаларын орындап, табиғатты қорғауға өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Ендеше, табиғатты қорғауға өз үлестеріңізді қосуға дайынсыздар ма? Жарайсыздар. Алғашқы тапсырма диаграмманы сөйлет деп аталады. Дескрипторы диаграммадағы ақпаратты анықтайды, диаграмма бойынша сұрақтар әзірлейді. Бір адамның жылына тастайтын қоқысының массасын анықтайды. Бұл тапсырманы орындау үшін бізге микрокалькулятордың көмегі қажет болады. Ендеше шығарып көрейік. Бір адам жылына 445 килограмм қоқыс тастайды. Оны 100%-ға бөлсек, 100-ден бір үлесі 4,45 килограммдығы құрайды. Осы нәтижені диаграммадағы көрсетілген пайыздық көрсеткіштерге көбейтетін болсақ, бір адамның жылына тастайтын қоқыс қалдықтарының салмағын анықтауға болады. Ендеше шығарып көріңіздер. Жарайсыздар. Енді келесі тапсырмамыз есептерді шығар деп аталады. Бұл тапсырманың дескрипторы есептердің шартымен шешуін салыстырады, есептің түрін анықтайды. Алдымен есептің шартымен танысып алыңыздар. Есеп шартымен
танысып болсақ, Вен диаграммасы арқылы салыстырып көрейік. А бөлімінде белгілі 450 адам. Белгісіз топта қанша оқушы бар? Ә бөлімінде белгілі 270 оқушы, белгісіз топта барлығы қанша адам бар екендігі. Екеуіне де ортақ мәліметтер, екеуі де еріктілер тобындағы оқушылар адамдар жайлы есеп және 5-тен 3 бөлік. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, есептерімізді шығарып көрейік. Ендеше, орындаған тапсырмаларыңызды тексеріп көре қойыңыздар. Бұлар қандай есептер екен? Дұрыс айтасыздар, бұлар өзара кері есептер. Жарайсыздар. Келесі тапсырма есепті шығар, кері есеп құрастыр деп аталады. Дескрипторы есепті түсініп оқиды, бүтіннің бөлігін тауып есепті шығарады, кері есеп құрастырып шығарады. Есепті түсініп оқып болсақ, шығарып алайық. Сызба арқылы бүтіннің бөлігін таба қойыңыздар. Есепті шығарып болсақ, екінші сызба арқылы кері есеп құрастыра қойыңыздар. Оның шешуін, жауабын таба қойыңыздар. Жарайсыздар, енді тексеріп көріңіздер. Тамаша орындадыңыздар. Сабағымызды сұрақты ұстап ал ойынымен қорытындылайық. Мен сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын, сіздер ойланып жауап берейік. Бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелетін шаманың санның бөлігі қалай аталады? Екі натурал санды бөлу нәтижесін не арқылы көрсетуге болады? Бөлшектің бөлімі нені білдіреді? Бөлшектің алымы нені білдіреді? Енді жауаптарыңызды тексере қойыңыздар. Тамаша жауап. Балалар, халықаралық Greenpeace орталығы осы сабаққа белсенділікпен қатысып, берілген тапсырмаларды өте сәтті орындағандарыңыз үшін, қоршаған ортаны қорғауға өз үлестеріңізді қосқандарыңыз үшін алғысын білдіреді. Сіздерді жас эколог ерікті мектеп клубының белгісімен марапаттайды. Марапаттарыңыз құтты болсын. Балалар, бүгінгі сабаққа өте тамаша қатыстыңыздар. Сабақтың өн бойында бірнеше тапсырма орындадыңыздар. Ендеше, осы тапсырмаларды дескрипторлары бойынша балдық жүйемен бағалай қойыңыздар. Әркім өзінің жинаған балын бағаға айналдыра алады. Ол үшін осы бөлімнің пайыз тақырыбынан алған білімдеріңізді пайдалансаңыздар болады. Пайыздық көрсеткішті бағаға айналдыру кестесі алдарыңызда тұр. Ендеше, сәттілік. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.